Сәлеметсіздер ме? Қыстың қамын жаздың күні ойла деп, лечо салатын жабайық. Өте дәмді, тәбет ашар. Қыстың күні нанға жағып жесеңіздер болады, дастарханға салат ретінде қойсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді рецепт. Ең алдымен қызанақтарымызды жуып тазалап, турап, мясорубкадан өткіземіз. Мен бұл салатта сәбіз қоспаймын, тек қана перец пен қызанақтан жасаймын. Сәбізді теркадан өткізіп, қосып жіберсеңіздер де болады. Тартылған қызанақтың толық салмағы 5 кг 850 грамм болды. Қызанақтарымызды қатты отта қайнатамыз. Қайнаған соң араластырып, астын басып, 20 минуттай бұқтырамыз. Дәміне қарай 2-2,5 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант қосамыз. Ол уақытта біз қалған заттарымызды дайындай береміз. Бұрыштарымызды жуып, сүртіп алып, одан кейін тураймыз. Тазалап алып, тураймыз. Өздеріңізге ыңғайлы формалармен турасаңыз болады. Біз осындай аса үлкен де емес, кішілеу де емес форманы алдық. 20 минут қызанағымыз қайнаған соң перецтарды салып, 5-10 минут орташа отта бұқтырамыз. Банка мен қақпақтарымызды да дайындаймыз, стерилдеп аламыз. Менің каналымда ассорти соленья жабудың рецебі бар. Тамақтардың, торттардың, тәтті десерттердің, нан қуырдақтың рецептері бар. Қарап көріңіздер, отандық қазақ каналдарын қолдап, тіркеліп қойыңыздар. Сарымсақтарымызды және өзімізге кез келген ұнайтын аскөкті турап дайындап қоямыз. Дайын болып қалған лечомызға жарты стакан сұйық май құямыз. 1,5 пучок аскөк саламыз және ашты бұрыштан 1 талын турадық. Енді оны өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай қосасыздар. Және 10-15 штук сарымсақ қостық. Осы кезде қара горошек пен лавр жапырағын да қосамыз. 1 шай қасық уксус қосып, 70%-дық араластырып, 5 минут ақырын отта қайнатып, өшіреміз де стерилденген банкамызға ыстықтай құйып, қақпағын жауып, жылы жерге орап, 1 түнге қойып қоямыз. Тәбет ашар өте дәмді салат болды. Жасап көріңіздер. Сіздер сәбіз қосылған салат жақсы көресіздер ме, әлде тек қана осылай қызанақ пен бұрышпен жасалған лечоны жақсы көресіздер ме? Пікірлеріңізді қалдыруды, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қияр жабу видеосының сілтемесін қалдырамын, қарап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.